Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті жамағат, құрметті шәкірттер. Бүгін сіздермен өтетін дәрісіміз мәт түрлерінің төртіншісі мәт лазым. Мәт лазым, яғни лазым болған мәт, міндетті болған мәт. Мәт лазым дегеніміз не? Мәт лазым дегеніміз мәт әріптерінен кейін, яғни әлиф, вау, яй әріптерінен кейін келген. Сәбәб мәттің сүкін лазым болса, мәт лазым болады. Ал енді мысалға келетін болсақ, мына жерде қаф деп келген. Осы жерде біз қаф әріпін ашатын болсақ, әлифтен кейін, яғни мәт әріпінен кейін сүкін лазым кеп тұр. Мына жерде фәнің сүкін лазым. Яғни осы жерде мәт лазым болады екен. Екінші мысалға келетін болсақ, уәлә жан деп келген. Осы жерде де әлифтен кейін, яғни нунның үстінде тәштит бар. Тәштитті әріптің ішінде бірінші әрібі ол міндетті түрде сүкін лазым болады. Яғни бұл жерде де мәт лазым болып тұр. Жалпы мәт лазымды 4 әріп мөлшерінде созып оқу шарт. Яғни үкімі уәжіп. Құрметті жамағат, бүгінгі дәрісіміз осымен аяқталды. Келесі дәрісімізде кездескенше. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.